Ассалаумағалейкум каналымыздың көрушілері. Егер сіз шетелге барып жұмыс істеуді қалайсыз бе? Қазір видеоны ақырына шейін көрсеңіз, сіздерге толық мағлұмат беріп барамыз. Бұл жерде үлкен жаңалықтарымыз бар. Ассалаумағалейкум Тимур аға. Уағалейкум салам. Ассалаумағалейкум. Қалай денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір, арман. Шүкір, бар боласыз. Так, көрушілерімізге жаңалықты айтайық. Шетелге қалай барып жұмыс істейді, солар туралы бір өзіңіз толықлау мағлұмат берсеңіз. Ринат, бұл жерде біріншіден ең үлкен жаңалық Нөксімізде Қарақалпақ халықаралық кепсерлеу академиясы ашылды. Бұл жерде основной біздерде мұнда микмак сварка, кемпик сварка деп айтылады біздердің тілде. Ұсыны оқытылады, ұсыны үйретіледі. Һәм бұны оқыған адамдарға мұнда мына оқушыларымыздың бұл сертификатлары. Бұны Европа мемлекетінен келіп, Латвия мемлекетінен келеді, Европаның. Осы келіп, осы жерге келіп, Қарақалпақ Нөкске келіп, экзамен алады. Оқып болғаннан кейін, оқып болғаннан кейін экзамен алады. Сол экзаменнен өткен әрбір оқушыға мұнда осы сертификатларымыз беріледі. Оқып шыққан, кеше ақырғы айларда оқып шыққан балалардың сертификатлары. Сөйтіп беріледі. Бұл сертификат берілгеннен кейін әрбір сертификат иелерін һәммесін бір күнге жиналған халда Европадан Эстония мемлекетінен келеді. Біздерге келіп, Османда әрбір адамнан сәубет өткереді. Оның орыс тілінде болады. Сөйтіп сұраулары бар. Сол сұраулардан өткен әрбір адамды өздері Европаға жұмсап кетеді, Эстонияға. Ең басында басланғыш һәмме жерде болады ғой, не? Аты не? Сынақ мүддеті дейді ғой. Сол артында баста сол 1000, 1200, 1700 евроға шейін төленеді баста. 3 айға шейін. 3 айдан кейін арман қарап 2000, 2500, 3000 евро кетеді. Солар келіп бұл жерде Эстониядан келіп жаңағы сәубет өткереді. Сәубет өткен адамның әрбірін өздері алып кетеді. Тек мұнда сізден шығатын шығын проезд шығуы мүмкін. Виза расходларына пұл шығуы мүмкін. Ал бір айрым компаниялары бар, проезді өздері төлеп алып кетеді. Тек сізден виза расходлар шығады болған. Қайсы мемлекеттерде жұмыс істеуге болады? Европа, бұл сертификат дүния жүзіне өтеді. Дүния жүзіне өтеді. Мұнда жақында Құда қаласа марттың 15-нен бастап өзіміздің Қарақалпақта Тақаташ, Қожелі, Нөкіс, Нөксарайларда Қытайдан заводтар салынып жатыр. Қытай завод салады келіп. Міне сол заводтарға да сертификат, осы сертификат өтеді. Осы сертификат болған иелерінің һәммесін жұмысқа алады. Бұл жерде біздерде қосымша основной бұл сертификат мына микмак сварка бойынша оқытылады да. Егер яқмен, қалимен болғанда және дейтін болса, мұнда лазерный сваркамыз бар. Ең соңғы модельдегі, одан кейін аргон сваркамыз бар, ризак бар, одан кейін аптеген сваркаларымыз бар. Қаласа лазерный мұнда нелеріміз бар, станокларымыз кеседі тұғын, листогиптеріміз бар, мұнда токарный нелеріміз бар, станоклар, фрезерный станок, токарный станок. Осылардың һәммесі үйретіледі. Қанша уақыт оқу керек енді? Мұнда основной микмак сварка бойынша мына сертификатты алу үшін 10 күннен 1 айға шейін созылады оқу. Адамның несіне байланысты? Адамның несіне байланысты. Алып кетуіне байланысты. 10 күн оқыса, қалғанын, мәселен, 20 күнде теория өтеді. Теория өтіп, Османда һәмменесі болады. Сөйтіп, осы сертификат бойынша, бұл сертификат тек микмак сварка бойынша беріледі. Микмак. Біздердің өзіміздің ішкі сертификаттарымыздан бар. Осы жерден берілетін, ол ішкі Өзбекстанның ішінен беріледі. Оған электрогаза сварка деп беріледі ол сертификатларымыз. Құда қаласа, мұнда мен мәслихат беремін. Мәселен, біздерде ауылдарда сварщиклер көп. Сварщиклер көп та. Неше жылдан бері істеп жатқандар. Осылар келіп оқып алса, ертең олар именно сварка бойынша, стаж бойынша сұрақ жауап қылады да олар. Эстониядан келген адамдар. Ал олар толық жауап береді. Мысалы үшін шетелге кетпеймен, өзімізде істеп жүремен дегендерге де оқып үйретуге шанс бар ғой? Міне өзіміздің білесіз, кардарды білесіз. Үлкен компания болды. Көп шығарады. Мәселен, кардармен шарттамаларымыз бар. Әрбір осы сертификатқа ие болған адамдардың маған жұмысқа берді жатыр. Баслаңғыз 3 миллионнан 10 миллионға шейін айлық шығады. Енді бірден бар 10 миллион ала алмайсың. Просто стаж керек болманда. Барасаң, үйренесің, ол 1 айда ма, 2 айда ма, 3 айда ма 10 миллионға шығару үшін ол әрбір адамның өзінің қолында тұрған нәрсе. Жұмысты үйренсе болады. Одан кейін Қожелі сұрап жатырды. Қожеліде сондай компания бар. Және Нөкістегі бірнеше нелер, жаңағы сварка цехлардың бәрі жұмыс сұрап жатыр. Жұмысшы, сварщик сұрап жатыр. Сертификат болса болды, біздер жұмысқа аламыз, қалған шертеж, мәселен, бір зат соғу болса, қалған өзіміз үйретіп аламыз деп жатыр. Одан кейін бұл Нөкіс болса, Ташкентте бар, Қазақстанда бар, Қырғызстанда бар, Россияда бар, олардың һәммесін жұмыс табуына жәрдемдесеміз қолдан келгенше. Түсінікті.
достар, жаңа айтып өткендей шетелде яки болмаса өзімізде жұмыс істеймін десеңіз ham имканиятлар бар. Құласы сондай жаңалықтар жаралықты ең соңғы модельдегі заманауи үскенелерді сілеп үйретеді сол жерде. Болғаннан кейін экзамен тапсырып шетелдерде жұмыс істеуге болады. Енді бұрынлар шетелге шығуға қиын болған енді. Ол жаққа барып жұмыс істеп үйренемін дегенше уақыттар өткен. Енді бұл жерде тайын үйреніп әммесін тайын болып барасыз аяғы. Және бір зат, Ринат, бұл жерде Қаралбастанда біреу болған бұл нәрсе. Бір үштік болған. Бұл әмме стандартқа жауап береді. Әмме аппараттарымыз ең соңғы модельдегі таза әммесі, или қолданбаған әммесі. Қазір оқыған оқушылар, бірінші оқыған оқушылар енді басалып жатыпты. Одан алдын хабарың бар, баяғы Майқолғызды аштық, Алексейдің гаражында аштық, ескі жерлерде. Енді мұнда таза жерлерге, заманауи стандартқа жауап беретін жерге мұнда ерісіп жатырмыз астен-астен. Толық мағлұмат алу үшін басқа да түсінбеген сұрауларыңыз болатын болса, төмендегі телефон нөмірге байланысып сөйлессеңіз болады. Тимур аға, сау болыңыз, жұмыстарыңыз табыс болсын. Рахмет. Жасама.